Вакцинация паспортының артықшылығы неде деп ойлайсыздар? Отандық вакцинация паспортымен қай елдерге емін-еркін өтуге мүмкіншілік бар? Жалған және шынайы вакцинация паспортын ажырату мүмкін бе? Осы сұрақтарға жауапты аталмыш шығарылымда іздеп көрейік. Арнадан алыстамаңыздар. Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров. Елімізде вакцинация паспортын және ашық қосымшасын бір деңгейде қолдану арқылы көптеген қызмет көрсету орталықтарына және сауда-саттық немесе демалу мекемелеріне қазақстандарға өтуге мүмкіндік туғызады. Ашық қосымшасында кемшіліктер болғандықтан бастапқы күйден бірнеше рет шамалы өзгертілген. Бірақ халық арасында жұмысы жайында әлі де сұрақтар туындап отыр. Вакцинация паспорты айналасында кейбіреулер жалған түрін жасап жатыр деген хабарламалар көбейіп кетті. Өкініштісі, заң бұзушылыққа әдеттегідей көбінесе алаяқтар емес, дәрігерлер мен медицина қызметкерлері екен. Нәтижесінде еліміздің 13 аймағынан шамамен 100-ге жуық қазақстандық жауапкершілікке тартылып жатыр. Мен ойымша, бұл ресми статистикадан оның саны әлдеқайда көп. Сорақысы, вакцина алмаған бірақ паспорты барлар билік санап жүрген статистика қатарына қосылып отыр. Сөзсіз, олардың саны миллиондаған емес, бірақ небәрі 19 миллион Қазақстан халқы бар. Вакцинация науқаны басталған 8 ай ішінде тек 5 миллионнан аса екпенің 2 компонентін алған екен. Демек, салыстырмалы түрде сандарды сараптасақ, жағдай аса мәз емес. Коронавирусқа қарсы жүргізіліп жатқан шаралардың бірі вакцинация айналасында онсыз да біраз шешілмей жүрген мәселелер баршылық. Оларды біз келесі шығарылымда бөлек сараптайтын боламыз. Сонда вакцинация паспорты адамға барлық елдерге бірдей емес болса да әйтеуір шекара асуға және елде бірқатар мекемелерге кіруге мүмкіндік береді. Бірақ паспорты барлар арасында жалған вакцина алған барларды ескерсек, бұл артықшылық па? Нәтижесінде осындайлардан ұжымдық иммунитет қалыптасатынына кім кепіл? Сөзсіз, мен вакцинацияға қарсы емеспін. Бірақ бұл саясатты тиянақты әрі дұрыс жүргізе білу керек. Сонымен, үкімет мақтап жүрген вакциналарымызбен біздің паспортты қай елдер мойындап отыр? Күлесіздер, бірақ жылау керек. Сыртқы істер министрліктердің екі тарапты шешім қабылдау нәтижесінде Қазақстан мен Грузия, Мажарстан, Қырғызстан, Молдова, Монғолия, Таиланд пен Түркия арасындағы вакцинация паспорттары мойындалған. Демек, қазақстандық вакцинация паспортын ресми түрде небәрі әлемнің 7 мемлекеті ғана мойындап отыр. Ал қалған елдерше неге мойындамай жатыр деп ойлайсыздар? Оның жауабы мен ойымша сол байғы саясат. Ресейлік вакцинаны дамыған батыс елдері әлі мойындаған жоқ. Ал елімізде Спутник 5 алғандар бір шама. Демек, сол баяғы орыс көршілеріміздің кесірінен таяқтың ұшы бізге тағы тиіп тұр. Сонымен қатар, меніңше сыртқы істер және денсаулық сақтау министрліктері Pfizer вакцинасын алдырту бойынша келісім-шарт жаса алмай жүрсе, отандық вакцинация паспортының мойындату әлдеқайда алыстағы арман секілді. Қорытындыға келгенде, үкімет егер вакцинация паспортын жалған не шынайы деп ажырата алмаса, онда халықты алдау деп көремін. Себебі осыны тоқтатып болдырмау тек солардың қолында. Халық болса, тезірек қалыпты өмірге қайтқысы келеді. Сонымен қатар, қазақстандықтардың қалағаны қағаз алудан қуалап жүрмей, шынымен коронавирустан күшті қорғаныс табу. Аталмыш шығарылымға пікірлеріңізді білдіріп, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар ағайын.